Соттан тыс банкроттық рәсіміне өтінім қалай жіберіледі? Бірінші қадам. Қарыздарыңыз туралы білу үшін несиелік бюроның сайтына кіру қажет. Соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану үшін қарыз сомасы 5 миллион 520 мың теңгеден аспауы тиіс. Ал төлемді кешіктіру мерзімі 12 айдан асуы керек. Екінші қадам. Жеке және ортақ меншікте тіркелген мүліктің бар жоғын білу үшін ЕГОВ электронды үкімет порталына өту қажет. Үшінші қадам. Кредитормен, яғни екінші деңгейлі банкпен немесе микроқаржы ұйымымен қарызды реттеу туралы құжатты жалғаңыз. Қарызды реттеу туралы құжатқа мыналар жатады. Банктың қарызды реттеуден бас тартуы туралы жауабы. Немесе банкке жіберілген өтініштің көшірмесі немесе өтініштің электронды түрде жіберілген растайтын құжат. Маңызды ақпарат. Егер сіз соңғы 6 ай қатарынан атаулы әлеуметтік көмек алсаңыз, онда төлемді кешіктіру уақыты 12 айға толмаса да, соттан тыс банкроттық рәсімі қолданылады. Егер сізде 5 жыл бойы өтелмеген несиелеріңіз болса, онда қарыз сомасына мүліктің бар жоғына қарамастан соттан тыс банкроттыққа өтінім бере аласыз. Бұл жағдайда банктың немесе микроқаржы ұйымының қарызды реттеуден бас тарту туралы жауабы талап етілмейді. Төртінші қадам. Телефон нөміріңіз бен жұбайыңыздың немесе зайыбыңыздың мобильді азаматтар базасында тіркелгеніне көз жеткізіңіз. Егер тіркелмесе, онда my.egov сайтында тіркеуден өту қажет. Бесінші қадам. Соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану туралы электронды өтінімді ЕГОВ немесе Е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы жіберіңіз. Сондай-ақ, жақын жердегі халыққа қызмет көрсету орталығының бөлімшесінде қағаз түріндегі өтінімді беруге болады. Алтыншы қадам. Соттан тыс банкроттық рәсіміне өтінішті толтыру кезінде жұбайыңыздың немесе зайыбыңыздың жеке басының деректерін жинауға және өңдеуге келісім алу қажет. Мұндай келісім 1414 қызметінің SMS хабарламасы арқылы беріледі. Егер жұбайыңыз немесе зайыбыңыз келісім беруден бас тартса, өтінімді жібере алмайсыз. Жетінші қадам. Жіберілген өтінімнің қаралу нәтижесі сізге 15 жұмыс күні ішінде 1414 қызметінен SMS хабарлама түрінде келеді. Маңызды ақпарат. Банкрот деп танылғаннан кейінгі салдары. Бірінші, 5 жыл бойы зайымдар мен несиелер алуға тыйым салынады. Екінші, 7 жылдан кейін ғана қайтадан банкроттыққа баруға болады. Үшінші, банкроттықтан кейін 3 жыл ішінде банкроттың қаржылық жағдайына мониторинг жүргізіледі.